орта жастағы әйел адам болсын, ер адам болсын, өздеріңізді уже кәрі болдық, өлуге дайындалмаңыздар. Сіздер наоборот айтуларыңыз керек. Өмір енді басталды, өзіміз үшін өмір сүрейік деп. Өмірлеріңізді өз қолдарыңызға алыңыздар. Балдарыңыз өсті, ер жетті, өзінің отбасылары бар. Енді өздеріңіз үшін өмір сүріңіздер. Ел, жер көріңіздер, әлемнің әдемілігін көріңіздер. Меккеге барыңыздар, құлшылық жасаңыздар, санаторияға барыңыздар, ем алыңыздар, спортпен айналысыңыздар, өздеріңіздің ұнайтын жұмыстарыңызды істеңіздер, жанның қалауын жасаңыздар. Таңнан кешке дейін үйде отыра беріп, жаңағы болмайтын жаңалықтар көріп, болмайтын түреске сериалдарды көріп, біреудің өмірін жаңағындай өсектеп, айбаттап, біреу не істеп жатыр, баланы аңдып, келінді аңдып, олай біреудің өміріне қарағанша өздеріңізге қараңыздар, назарларыңызды өздеріңізге бұрыңыздар. Өздеріңіздің өмірлеріңізді жақсартыңыздар. Өздеріңізді шектемеңіздер, өздеріңізді жаңағындай әлемнен уже болды, өмір сүріп болдық деген сияқты ойламаңыздар. Қазір сіздер осы жаста ойлап жатсыздар ма, ертең 80-90-ға келгенде өкінесіздер. 80-90-ға келген кезіңізде сіздің 50 жасыңыз ол жас сияқты көрініп тұрады. Наоборот айтыңыздар. Сол кезде өкінетін боласыздар, 80-90-ға келген кезде. Наоборот, қазір айтыңыздар. Мен жаспын. Мен қазір жасарым үшін не жасауым керек? Жас болуға арналған неше түрлі заттар бар. Косметологқа бару, неше түрлі процедураларды алу, бетке массаж жасау, неше түрлі кремдер жағу, уходовый маска жасау, жаңағындай көп су ішу деген сияқты, витаминдер ішу, пайдалы тағамдар жеу, спортпен айналысу деген сияқты. Оның барлығы денсаулыққа пайда келтіреді. Спорт, өзіне күтім жасау деген сияқты. И ойда байланысты. Сіз жақсы ойласаңыз, өміріңізді жақсарады. Егер сіз көп жаман ойлап, негативті көп ойлай берсеңіз, біреуді өсектеп, біреуді ғайбаттай берсеңіз, өз өміріңізде өзіңіз болмасаңыз, онда өміріңіз өзіңіз ұнамайтындай болады. Сол үшін барынша өмірімізді жақсы жаққа қарай өзгерту, өмірімізді ұзағырақ, өмірімізді ұзағынан ғұмырлы етіп, мәнді сәнді етіп өткізу үшін өз қолымызда. Барлық мүмкіндіктер бар, бірақ таңдау өзіңізде. Өміріңіз жақсы жаққа өзгерту өз қолыңызда. Пайдалы заттарды көріңіз, денсаулыққа арналған пайдалы заттар көріңіз, спортқа тоже жаңағындай денсаулыққа арналған, тәніңізге арналған, денеңізге арналған пайдалы ақпараттарды зерттеңіздер. Армандаңыздар. Қайда барсам, қай елге барсам, оның билеті қанша, жаңағы қонақ үйі қанша деген сияқты соларды зерттеңіздер. Мақсат қойыңыздар, осындай жерге осында барамын деген сияқты. Мақсат қойған кезде барыңыздар, көріңіздер, қорықпаңыздар. Қорқып, жаңағындай жаман бірдеңе болып қалады деп үйден шықпай қорқып отыра бермеңіздер. Ол әр нәрседен қорқып отыра берген нәрсе, ол өміріңіз қызықсыз өтеді. Көп наоборот жаныңыз қиналғандықтан ол денеңізге ауру болып шығады. Ол жаныңыз не үшін қиналып жатыр, не үшін ауырып жатыр? Өйткені жаныңыз тыңдамайсыздар, душаңыз не қалап тұрғанын көрмейсіздер. Сол үшін жаныңызға өміріңіздер қараңыздар. Жаным не қалап тұр деген сияқты. Алла Тағала бізді ақшамен сынайды, бізді қарым-қатынаспен сынайды, содан кейін денсаулықпен сынайды. Ол не үшін сынақ беріп жатыр? Ол өзіңе оралу үшін, жаныңды тыңдау үшін, жаның не қалап тұр, денең не қалап тұр, өзіңе орал, өзіңе назарыңды бұр деген сияқты сондай сынақтар береді. Бірақ оны біз назарға алмаймыз да. Не үшін мен жаңағындай айтамыз, мен не үшін бар жақсылық жасаймын, жамандығым жоқ, неге мен қинала берем, неге мен өмірім қиындыққа толы деп, осылай не үшін деп, не кінәм бар деп қиналып осылай жертва болып Алладан сұрай бересіздер. Өйткені назарыңыз барлығы басқа жерде, өзіңізде емес. Өзіңізде ең соңғы қойып тастағансыз. Балдарым ең жақсысын кисін, ең жақсысын кисін. Балдарым ең жақсысын ішіп жесін дейсіздер. Балдарым ең жақсы жерге барсын дейсіздер. Бірақ өздеріңіз ойламайсыздар, өздеріңіз ең соңғы қылғансыздар. Сол үшін сондай сынақтар болады. Жаңағы ақшамен сынайды, отношениямен, күйеуіңізбен ұрысып қала бересіз, жаңағы туысқандарыңызбен ұрысып қала бересіз деген сияқты, баламенен деген сияқты. И денсаулықпен сынайтын болады.
сынақтың бәрі не үшін маған ондай болып жатыр деген сияқты өзіңізге сұрақ қоюыңыз керек. Аллаға жақындауыңыз керек. Алла тағала біздің ол көкте емес, Алла тағала жан жақта. Алла тағала бізді көріп тұр, бізді естіп тұр, біздің жан дүниемізді біліп тұр. Алла тағала біздің жүрегімізде. Жүрегіңізді тыңдаңыз, Алла тағала сұрақ қойыңыз. Өмірімді қалай жақсартсам болады, не істесем болады деп Алла тағала сұрақ қойып, не істесеңіз Алла тағала сұрағыңызға жауап береді. Өміріңізді өзгертіңіз. Өз қолыңызда таңдау берілген. Қазір мүмкіндіктер өте көп. Ішіңізде бір күшті өнеріңіз бар шығар. Қазір интернет тұр. Видео түсіріп салыңыз, өнеріңізді бөлісіңіз. Қазір бір жерге барып видео түсіріп қажеті жоқ. Телефонда ғана жаңағындай проявляция етуге болады. Біріңізбен бөлісіңіз. Өмірге құр келіп құр кетпей, білімдеріңізді бөлісіп пайда келтіріп кетіңіз. Жаңағы біз бұл өмірге пайда үшін келгенбіз, бір-бірімізге көмектесу үшін келгенбіз. Сол үшін қанша 50 жылдан бері жинаған тәжірибеңізді, біліміңізді бөлісіңіз. Мысалы, өзіңіздің көзқарасыңызды бөлісіңіз. Адамдарға ол пайда келтіруі мүмкін. Таңдау өз қолыңызда. Өміріңізді, ойыңызды, өміріңізді өзгертетін өз қолыңызда. Егер көмек керек болса, маған жазылыңыздар, маған сұрақ қойыңыздар. Мен сіздерге көмектесуге әрдайым ашықпын, дайынмын.